ақш-тың экс-президенті Джордж Буш шындық детекторының тексеруінен өтуге келісім беріпті. Сөйтіп бәрі дайын болған соң, аппараттың жұмыс істеу механизмін түсіндіре кетуді жөн санаған нұсқаушы, біз сұрақ қоямыз, сіз жауап бересіз. Егер шыныңызды айтсаңыз, жасыл, өтірік айтсаңыз, қызыл шам жанады. Ұқтыңыз ба дейді. Ұқтым дейді Буш. Сөйтсе қызыл шам жаныпты. Шындық детекторы қолданыста баяғыдан бар батыс елдерінде жұрт оны үрей генераторы немесе рақымсыз механика деп те атайды. Келесі сюжетіміз сол қан қысым, жүрек қағыс, терінің ылғалдылығы, демалу жиілігі, тағы басқа физиологиялық көрсеткіштер арқылы шындықты айтқызу аппараты жайлы. Әлемнің 60-тан астам елінде қолданатын шындық детекторы қазіргі күні қазақ еліне де келіп жетті. Полиграфолог мамандардың сөзіне сенсек, бұның пайдасы өте көп. Осы ретте шындық детекторын қалай пайдалану керек екенін ережесімен таныстыра кетсек. Аппараттың алдына келген әрбір азамат өзінің келісімін дәл мынадай ақ қағаз бетіне жазбаша түрде көрсету керек. Ал денемізге ілінген дәл мына сым темірлердің атқаратын қызметі көп. Мәселен, мына 3 сым сіздің бойыңыздағы қан айналымын қадағаласа, мына жақтағы сіздің қысымыңызды бақылап отырады. Ал мына 2 темір ішіңізден шыққан демді бақылап отырады. Егер қандай да бір сұраққа өтірік айтқаныңыз байқалса, монитор бетіндегі ирек сілттің бойлары ұзара түседі. Полиграфолог мамандардың сөзіне сенсек, аппарат берген мәліметтің 95%-ына сенуге болады. Жалғыз соның пікірі дұрыс деп айтуға болмайды. Оны бүкіл басқа дәлелдер болса, сонымен бірге ғана. Полиграфолог маман ойдан еш нәрсе ойлап таппайды деп айта аламын. Ол аппараттың қандай адамның ағзасындағы өзгерістер болып жатыр, соны қалай көрсетеді, біз тек соны оқып беруші ғанамыз. Көп елде кейбір жерлерде дәлел ретінде пайдаланбайды. Бұл адамға байланысты. Лжи детекторға егер мықты адам болатын болса, ол лжи детекторды алдап кетеді. Елбасынан тікелей тапсырма түспесе, ешкім қимылдағысы келмейді. Енді ол кісі айтатынын айтты, енді іс сол мемлекеттік органдарда. Біздің мемлекеттік органдарда онша ынтасы жоқ оны кіргізуге. Әдетте президент берген тапсырма тасада қалмай жедел түрде қолға алынатын. Шындық детекторын енгізуді елбасы жыл басында ішкі істер министрлігіне жүктеген еді. Яғни жол полициясы мен құқық қорғау саласының қызметкерлерін аталған құрылғы арқылы қабылдау керек деген. Әлі де тым тырыс. Біз ойлап отырмыз, әсіресе мынау мемлекеттік сатып алу тендерлік комиссиялардың төрағалары міндетті түрде жаңағы шындық детекторын арқылы сүзбеге салып алу керек. Боран мырзаның бізде отырғаны Нұр Отан партиясы. Айтқаны болатын партияның бір топ белсенділері де мемлекеттік қызметкерлердің шыншылдығын тексерейік деген ұсыныс айтқан бір кезде. Біздің үкіметтің қолында. Үкімет қалай шешеді, қанша қаражат бөледі жаңағыды алу үшін дегендей. Ол енді соларға байланысты болады. Біз енді бұл айтқанымызда қайтпаймыз, бұл туралы айта береміз. Өтірік тап шығады бір ғой. Үйренген адам өтірік айта береді. Ол кімнің қолында болады? Әңгіме осы сол, кімнің қолында болады? Объективтерде біз соны шеше аламыз ба осының барлығын? Шындығын айтсақ, шындық детекторының айналасында алуан түрлі пікір бар. Бірі 100 жылға жуық тарихы бар тамаша құрылғы санаса, енді бірі бизнес құралы деп қарайды. Ал елімізде жиын саны 5 полиграфолог маман бар. Соның бірі Михаилдың ұлы Евгений. Ол 2005 жылдан бері өзінің ақылды аппаратымен нан тауып жүр. Құрылғы керек болса, сіз оған бармайсыз. Ол сізге келеді. Маған көбінесе қылмыстық істерге қатысты тапсырыс түседі. Ол ұрлық мекеменің ақшасын жеп қою секілді. Және жеке фирманың директорлары жұмысқа адам алатын кезде шындық детекторының көмегіне жүгінеді. Яғни сол азамат туралы ақпаратын ашып беремін. Дәл осы сауалға жауап алу үшін шындық детекторы мен полиграфолог маманның алдына келдік. Ақылды аппарат менің мамандығым кім екенін айтып беру керек. Ендеше жауапты бірге естісек. Айтпақшы, менің мамандығым журналист. Саламатсыз ба? Сіздің мамандығыңыз педагог па? Жоқ. Сіздің мамандығыңыз есепші ме? Жоқ. Сіздің мамандығыңыз журналист па? Жоқ. Полиграф маманына мамандығында табу қиын болғанымен құрылғы қатты қинала қоймады.
толық айтатын болсақ, сіздің мамандығыңыз журналист. Басқа сұрақтар сантехник, есепші, тағы шахтер дегендердің барлығының бірдей деңгейде пайыздар көрсетіледі. Сіздің мамандығыңыз журналист па деген сұрақты қойғаннан кейін, сізде өзіңіздің жоғарғы төменгі демалу тыныс жолдарыңызды өзіңіз сіз бақылау жасап солай ұстадыңыз. Таңдаған бөлменің қабырғасы бос болу керек. Сағат, гүл, сурет секілді артық заттар алынып тасталған жөн. Яғни адамның ойы ешқайда алаңдамауы тиіс. Құрылғы былтыр 1 жыл ішінде 8 күдіктінің қылмысын анықтауға септігін тигізген. Полиграфолог маманға бұл шындық детекторына күніне 2 зерттеу жұмысын жүргізуге ғана рұқсат етіледі. Өйткені бір тестілеу жұмысына 3,5 сағаттай уақыт кетеді. Бізде бір топ депутаттарды шындық детекторының алдына шақырдық. Келіскені екеу ғана. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов мырзаға қояр бірнеше сауалымыз бар. Ал ол сұрақтың дұрыс немесе бұрыс екендігін дәл мына шындық детектор арқылы анықтамақпыз. Өтірік алдауға болмайды. Сұраққа қойылған сұраққа я немесе жоқ деп жауап беруіңіз керек. Депутат болып сайланар кезде сайлаушыларға берген уәдені орындадыңыз ба? Орындап болған жоқпыз, шынымызды айтайық. Я немесе жоқ? Жоқ. Дұрыс. Депутаттық қызметіңізді пайдаланып жеке мәселеңізді шешкен кезіңіз болды ма? Шешкен жоқ. Жоқ. Дұрыс. Материалдық жағдайыңызды жалпақ жұртқа жариялауға дайынсыз ба? Иә. Себебі енді ол жасыратын ештеңем жоқ. Дұрыс. Министр болуды жиі армандайсыз ба? Көп армандамаймын. Жалпы жоқ. Дұрыс емес. Енді болашақ қызмет болып жатса жасауға болады. Біздің детекторымыз бұл халық бірінші кезекте. Халықтың алдына барып сөйлеген кезде, өтініш пікірлерін тыңдаған кезде, олардың бір мәселесін көтерген кезде өтірік шын айтып отқан халық өзі де біледі. Адам ағзасындағы қалыпты құбылыстарды пысықтап отыратын құрылғының алдына келіп, сыртқы келбетіңді келістіргеніңмен ішкі ағзаны алдау мүмкін емес дейді білетіндер. Яғни сіз қанша жатсысаңыз да 62 тамырдың біреуі сыбырлап сыр айтып қояды. Сондықтан өтірік пен шындықта дәл осы жерде анықталады. Алайда ақылды темірдің авторы адам екенін ескерсек бәрі де мүмкін. Аппаратты алдау меніңше мүмкін емес нәрсе. Шындық детекторын елімізде енгізу қос палата депутаттарының көңілін көншітпеген болар шамасы. Себебі Сәт Тоқпақбаев мәжілісте полиграфқа қатысты әлі сыбыс шықпағанын айтады. Бүгінгі күні дүние жүзінде полиграфқа деген сұраныс артып келеді. Мен оны өз тәжірибемде байқаймын және өте тиімді құрал. Қазір Қазақстандағы 5 облыстың ішкі істер департаментінде бар. Қырғыз елінің басшысы Роза Отынбаева таққа отырысымен-ақ жарлығын жариялап мемлекеттік қызметкерлерін детектордың сүзгісінен өткізді. Ресей үкіметі де заң жобасын әзірлеп қабылдауға дайын отыр. Айтпақшы, біздегі барлық полиграфологтар да осы Мәскеудегі ұлттық полиграф мектебінің түлектері. Тіпті құшақтаған құрылғыларына дейін орыстың отандық тауары. Ал әуелден-ақ аты озғандар ақш пен Канада, Жапония мен Литвада өзінің сапалы полиграфологтарының көптігімен 3-ші орында. Шындық детекторының елегінен өтуге өз келісімін оңай берген екінші кейіпкеріміз Елекеев. Атақ үшін мәжіліс мінберінде мәлімдеме жасаған кезіңіз болды ма? Жоқ, мұндай болған жоқ. Дұрыс. Өтірікті жиі айтасыз ба? Қандай? Иә, жоқ. Иә. Дұрыс. Отбасына байланысты кейбір кездерде болады ондай. Жасыратын ештеңе жоқ. Сот болып жүрген кезде пара алған кезіңіз болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Мен сол себептен кетіп қалдым соттан. Дұрыс. Енді мен адалмын, ақпын деп мен айта алмаймын. Себебі пара алу деген ең бірінші ол не? Ол сұрау. Мен кейбір жерде былай деп сұрап аламын әуелі. Сен шын ниетіңмен, көңіліңмен беріп отырсың ба? Әлде сен жинап әкеліп, жинаған тергеніңді әкеліп отырсың ба? Мен осындай ең бірінші мен айтатын болсын. Қызметтік көлігіңізді жеке мүддеңізге пайдаланған кезіңіз болды ма? Осы қандай адам болсын, бәрі де елдіп жауап беретін шығар деп ойлаймын. Дұрыс. Мен көріп жүрмін ғой, басқалары пайдаланып жүрген азаматтар. Соған байланысты мен де ойлаймын, оны жасыратын ештеңесі жоқ ондай. Сіз үшін бірінші бикеш әйеліңіз бе? Иә. Немесе жоқ? Жоқ. Иә деймін. Дұрыс. Көп әйел алуды қолдайсыз ба? Иә. Дұрыс. Екінші әйел алу ойыңызда бар ма? Жоқ. Көп
қолдаймын, өзімде ондай мүмкіншілік жоқ. дұрыс, Ең бірінші мен бәйбішем рұқсат беру керек. Менің материал жағдайым сондай болу керек. Бүгінге дейін менің ондай жағдайым жоқ. Екіншіден жастай келдім. Материалдық жағдайыңызды жалпақ жұртқа жариялауға дайынсыз ба? Білмеймін, барлығы мен ашық ауыз бәрін айтып қоямын. Ондай менде байлығы жоқ. Жоқ деп айтып. дұрыс, Я наблюдал за тестированием. Тесттің барлығы дұрыс өтті. Олар өздерін еркін ұстап, жауапты нақты айтуға тырысты. Егер адам таза, өзіне сенімді болса, әрине одан сүрінбей өтуге болады ғой. Сүзгіден өткен қос депутатқа қарап, қос палатаның барлық қалаулысы үкіметтің шекпенділері шындықтың шыңына шығуға дайын деп томпышпай ақ қояйық. Шындықты айтуды үйренбес бұрын, өтірікті айтпауды игерген жөн шығар.